Дін сақшы бағдарламасы. Дінді өзінің бас пайдасына пайдаланатындар, белгілі бір биік мансапқа, атаққа, даңққа жету үшін дінді бүркемелеу арқылы өзінің ықпалын жүзеге асыру мақсатында қолданатындардың атынан дінге бір кір келетін сияқты көрінеді. Сіз қалай ойлайсыз? Енді біз бұл жерде бар ғой, бір бұл діннің атын жамылуды, мен енді өз басым, бұл да жеке ойым ғой, бір жеке бастың қамы деп қарау, бұл аздау секілді. Өйткені дін өте негізі нәзік нәрсе ғой. Бұл сенім, идеология. Сондықтан мен ойлаймын, бұл діни идеологияның, діни бір бағыттың артында үлкен күштер бар. Көзге көрінетін, көрінбейтін. Ол үлкен күштер. Сондықтан біз бұл діни кейбір идеология, мысалы, жаңағы қоғамнан бір кісі шығыпты, сол діннің атын жамылып, ол істей алмайды. Сондықтан бұның артында үлкен саяси күш тұр. Олардың үлкен бір амбициясы тұр. Ондағы жаңағы ол әртүрлі бағытта болуы мүмкін. Мысалы, қазір небір саяси, діни ошақтар бар ғой, мысалы. Сол жерлерге жаңағы адам тарту, былай жеткен кезде тегін жаңағы әскер жинау. Ол үшін мына жақта жаңа дайын бағдарлама бар, жастарды санасын улау. Діннің атын жамылып, дінді бұрмалап, негізгі діннің жаңағы первоисточник дейді ғой, жаңағыдай қайнар көзінен алмай, бәлкім сол діннің ішіндегі кейбір тұжырымдамаларды алып кеп, оларға ақиқат осы деп көрсетіп, оларды өз ықпалына жаңағыдай тартып алу. Сондықтан ойлаймын, бұл жерде біз жеке адамның басынан көріп, бұл жерде үлкен бір саяси ықпал деп қабылдауымыз керек те бұл нәрсенің бәрінде.